Баршаңызға қайырлы күн. Қазір тұмаудың, суық тиюдің сезоны, сондықтан сіздермен осындай пайдалы терафлю иммунитетка деген рецептпен бөлісуді жөн көрдім. Яғни біз үй жағдайында домашний, натуральный, табиғи терафлю дайындаймыз. Бұл рецепті лимонно-имбирное варенье деп те айтуға болады. Бірақ бір жақсы жері біз бұл вареньені қайнатпаймыз. Яғни барлық витаминдер бізде сақталатын болады. Ең алдымен бізге қажет ингредиент ол осындай имбирь, яғни корень имбиря деп айтады. Көкөністер, жемістер сататын жерде сатылады. Зімбірді осылай қасықпен аршуға кеңес беремін. Өте тез және жылдам аршылады. Және де біз білеміз ғой, көп витаминдер осы қабығында және қабығына жақын жерлерде шоғырланады. Және де пышақпен аршысақ сондай қалың болып ашылып кетеді. Зімбірді аршып осылай дайындап қойдық. Келесі кезекте бізге лимон қажет болады. Лимонды мен алдын ала ас содасымен, щеткамен мұқият сыртын жуып алдым. Себебі біз сыртын да қолданатын боламыз. Яғни лимонның сыртқы қабығын да қолданамыз. Сондықтан міндетті түрде лимонды ас содасымен жуып алуға кеңес беремін. Осындай дәндерін аламыз. Барлық пайдалы витаминдері осы қабығына жақын жерде орналасқандықтан мен қабығымен қолданғанды жақсы көремін және де дұрыс деп санаймын. Вареньенің ішінде қабығы сондай цедрасы керемет дәм береді және структура береді. Солай майдалап біздің измельчительге саламыз. Измельчитель қолдансаңыз болады, немесе блендер қолдануға болады. Жалпы бұл смеске апельсин қосуға болады, куркума қосуға болады, облепиха қосуға болады. Яғни ешқандай шектеу жоқ. Бастысы базалық ингредиент осы 3 ингредиент: имбирь, бал және де лимон. Тіпті қара бұрыш қосып жесеңіз болады. Себебі куркума ағзаға жақсы сіңу үшін қара бұрышпен бірге қолданылу керек деп айтып жатады. Сондықтан куркума қоссаңыз, аз ғана қара бұрыштан да қосып жіберіңіз. Келесі кезекте зімбірді майдалап тураймыз. Бал қосамыз. Мына жерде менде шамамен 200 грамм бал. Балдың сондай табиғи болғаны дұрыс, яғни натуральный болғаны дұрыс. Қараңыздар, вареньеміз осындай болып шықты. Иісі деген барлық ас бөлмені алып тұр. Қазір енді таза банкіге құйып қоямыз. Мен тек қана содамен ысқылап жуып алдым. Яғни ешқандай да стерилдеген жоқ. Лимонның құрамындағы лимон қышқылы және балдың құрамындағы қант табиғи консервант болғандықтан еш бұзылмай тоңазытқышта сақталады. 3 кішірек лимоннан және де небәрі 150 грамм зімбірден осындай бір банка пайдалы варенье шықты. Міндетті түрде дайындаңыздар. Мен осы күйінде холодильникте сақтаймын, ешқандай да бұзылып кетпейді. Бұл мөлшер көп десеңіздер, 1 лимоннан дайындайтын рецепті сипаттама бөліміне жазып кетемін. Және де қаласаңыз қатырсаңыз болады. Яғни мұз қатыратын ыдысқа қатырып, мысалға суық тиіп қалған жағдайда терафлю секілді үстіне ыстық су құйып ішсеңіз болады. Ал жалпы профилактика ретінде дәрігерлер күніне 1-2 шай қасық қолдануға кеңес береді. Видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басыңыз, кез келген пікір қалдырыңыз, каналға тіркеліңіз. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Жаңа видеоларда жүздескенше.